Сәлем Стамбулдан, қалайсыздар? Мен переднім алдыңғы камераға түсіріп жатырмын. Так, бүгін видео салмақ тастау видео күнделігімнің 4-ші күні. Бүгінгі салмақ 103-те 1. Yes. Қуанып тұрмын. Сол тұрып жаңа вакуум жасадым, кішкене жаттығу жасадым. Сосын мен қопырап тұрмын. Менде штативімді қойып тұру керек еді, негізінде бірақ штатив емес, компьютеріме тіреп қойып тұрмын. Не болды? Afiyet olsun. Otur zeytinliğe suunu iç. Hadi balam жүрмін жерде завтрак жеп жатыр да. Дикат ol, otur bir yer. Tamam. Кешірім сұрайын. Міне мұнда. Соны, так, мына жерде не де ойлайсыздар ғой да, бұл дейтін білетін болсаңыздар. Tamam, sen gözüküyorsun zaten bak. Чи көфте деген тамақ бар Турцияда, соның анау табағы специальный, асты мындай гыдыр. Нені қайда қоямын, сыймайды ештеңе, сосын ненің үстіне қойып қоямын. Так, мен қазір сол вакуумды жасадым, кішкене жаттығу жасадым. Біз іште бірді көргенде қуанып кеттім да, сосын мына қазір перенің машинде жатырмын, қазір суымды алайын. Ау, efendim? Так, мына суым менің дейтін яблочный уксуспен жылы су. Таңертең 2 стакан жылы су ішеміз. Біреуі яблочный уксуспен, және де мына спирулинаны. Кокио кака. Спирулина ішеміз. Отырушы керек. Ойна бісмілля. Ойна! Извиняюсь. Отырушек. Басқаша бір не болып тұр да, ракус. Қалайсың? Асылсың, iyi misin? Karnın doydu mu? Sen bitirmedin ki tavanlarını. Tavukta yumurta kaldı. Hadi otur git ye. Şimdi geliyorum ben de, hadi. Қайырлы таң бәріңізге тағы. Ішінде яблочный уксус болғасын кішкене қышқылдауда. Деп ішесің. Да. Жаным! Бере салма. Тағы бір стакан құйғам. Сондай жаңалы, қазір дейтін таң. В общем, жаңа айырып біттім. Сол таңғы асымызды ішеміз қазір. Сосын целый день, ойбай көрінбей тұрмын, целый день істейміз, соны көрсетем. Мына жерден балам тамағын ұқпайтым, ана жақтан мында 2 жұмыртқа болды. Бір огурцы, перец, сыр болды, оливки болды. Сосын мына бір қалашынан қалғаны мынау. Сосын сырды жеп қойыпты, оливки жеп қойыпты. Бір огурцыдан қалған 2 штук, сосын перецтен кішкентай алыпты тоже. Сосын мынау бір жұмыртқадай қалып тұр ғой. 2 жұмыртқаның 1 жұмыртқа жарымы деген. Мына бәрі бақтырып жатыр, болады. Сол осыны қазір мен осының үстіне жұмыртқа салмаймын. Қазір көрсетем сіздерге несі үстіне добавить ететінді. Жұмыртқа бар мында. Басқаша бірдеңелер қасалам, паштетім бар еді, дейін алып келген жеріне көреді. Қошеш. Соны суымды әлі бітірген жоқпын, 2-ші суымды ішіп жатырмын ғой. Сосын көрсетем табағымды. Көдерім жақсы өтсін. Бұлай түсірген, етіп түсіру керек сияқты да, кішкене жоғарға. Етіп қойып қойсам, бір қоятын бір жерім болса менің да. Вроде бы окей, да? Так, жалғастырамыз. Мына ракурс кішкене бөлемей екен, да? Жарты сағат өтті тамашкенен кейін. Мен енді өзіме таңғы асымды дайындап жатырмын. Сіздерге кішкене бүгін басқаша контент болып жатқан сияқты да, бәрін уже открыто көрсетіп жатырмын да мен.
жайлап видеоға YouTube блогқа үйреніп жатырмын да. Блогер, не да блогер болып. В общем, сіздерге көрсетейін, сіздерге көрсетейін деп жатқанымда. Мен табағыма баламнан қалған жаңағы жұмыртқаны қойдым. Бұл бір жұмыртқаға жеті келмейді, азғантай. Мынау сыр с плесенью, бұны дейді мен кеше Черногориядан алып келдім. Осы мына жерде дейді бір перец, сосын кішкентай баламнан қалған. Қазір бір огурцы мен бір помидор турайым. Мына жерде семга, мынандай семга менде турецкий маркеттерде сатылады, супермаркеттерде. Мынау не полусоленый, а smoked, типа түтінге ұстаған. Копченый дәм бар кішкене. Мынау сыр, қара нан, мен ақ нан жемеймін, мен кілең қара нан жеймін. Қара нан жеуге болады, правильный питаниенің кезінде қара нан жеуге болады. Егер тарелкаңызда углеводы жетпей жатса, осы углеводы қосуға болады. Үстіндегі паштет мынандай кеше тоже Черногориядан тауық паштет алып келдім. Гостиницада бір рет бергенде маған ұнап қалды да, супермаркеттен алдым, 6 штугын алдым. Әлі бар. Сосын мына жерде 2 пастырма. Мынандай пастырма менде, қазір көрсетейін сіздерге. Намек деген пастырма. Пастырманың обычно еттің айналасында дейтін специясы болады. Мен специясын жақтатпаймын да, специясын қолмен алып тастаймын. В общем, сол қазір мына жерге бір огурцы, помидор тураймыз. Не істейін өтірен? Все. Огурцы, помидор тураймыз да. Тақналардың бәріне қалиқы салып деп, қасыма көп қойдым, сендер көрсетейін деп. Кішкене ашылып бір влог жасап отырмын ба? Так, дальше. Так. Бір огурцы, бір помидор жуамыз. Бүйтіп пісіруге болады екен, кстати. Тамақ пісіріп отырғанда да. Мына жерде қайда қойып қойдым білесіздер ме? Не емес, штатив емес, доскалар бүйтіп тұр ғой, бірінен соң бірі. Соның ең биік, ең ұзындауын үстіне қойып тіреп қойып тұрмын ғой жарға. Кстати, мұнда Турцияда огурцыды турағанда қалай қабығын алып. Ал. Не? Бекіле сол. Үстефе береже. Отырып тұр. İstiyor musundur? Ama çok vermeyeceğim. Bir tane vereceğim yeter. Net söylüyorum. Bir tane. Artık sorma. Bir tane yeter. Artık sorma. Oldu bitti sorma. Так, потом дальше. Огурцыдан қабығын бізде де Қазақстанда дейтін. Білмеймін, біздің үйде, по крайней мере, қалың болмаса, бұлар жұқа болса, қабығын не істейді? Қабығын ашпайды да, огурцыдың. Мұнда огурцыдың қабығын ашады. Сол себепті үйреніп кеткенмін, қазір менде де огурцыдың қабығын бәрін везде, барлық жерде аша беремін бар ғой. Бірақ енді салатқа бірдеңе турағанда қабығымен салатқа бірдеңе турағанда қабығымен турағанда әдемі болып тұрады ғой, негізі огурцыды. Сол. Обычно турецкий завтрак қой менің қазір жасап отырғаным. Просто семга не турецкий болып есептеледі. Семга бұлар шикі бал етін жемейді ғой. Вот қалған турецкий завтрак, много зелени, много овощей, жұмыртқа, нан, сыр. Мына жерге мен айтпақшы оливка қойған жоқпын, міне огурцы, помидор. Оливка қойған жоқпын, өйткені и такта семгада жир бар деп қойған жоқпын. Еще семга и сырда да жир бар ғой. Сосын зейтін оливка қойған жоқпын табағыма. Салған жоқпын. Сол менімен болғаныңызға рахмет, мен бірге таңғы. Мына жерде бүйтіп мен не жасап жіберейін, не бар ғой? Заголовка ма? Фото бар ғой, бүйтіп басында көрініп тұратын видеоны ашқанда, вот соған бүйтіп жіберейін.
Вот, мен бірге таңғы асымды менің дайындағаныңызға көп рахмет, мен бірге болғаныңызға. Осы өйстіп күнде осылай дайындаймын. Бірінші балама тамақ беріп аламын. Сосын өзім сағат неше болып жатыр қазір? Сағат 11:20 кетіп жатыр. Вот, сондайдарда 11:30-12 таман күнде осылай тамақ ішемін. Сосын қазір кішкене кофе ішемін, онда көрсетіп кетемін сіздерге. Негізі кофені әлі ішкен жоқпын көптен бері. Кстати, мен дейтін капучино емес, скорее турецкий кофе ішемін бүгін. Черногорияда мен, кстати, сыр алып келдім, мына паштет, андай-мындай бәрін алып келдім, даже кофеға дейін алып келдім, мынандай кофе. Жолдасым дейтін біздің түріктер патриот болады ғой. Сыр, зейтін, мына оливка бәрін бағалаған жоқ, оған тек қана кофе сұнады. Сосын кілең шоколадкалар алып бердім, сол ұнады. Вот, қалған әкелген тамағым ұнаған жоқ оған. Вот, сол қазір осы кофені ішемін, кішкене может, бір сағаттан кейін. Вот, күндеріңіз жақсы өтсін. Пока-пока. Қыздар, мына Черногорияға келген кофені дайындадым. Мына сериалды білетін боларсыздар өздеріңіз. Соның бірінші сезон қарап едім, екінші сезонын қараған жоқпын. Кофе ішіп. Күндеріңіз жақсы өтсін. Қайырлы кеш қыздар, сағат кешке 5:30. Мен кешегі сорпа-ішіп жатырмын. Келеуірім. Сол балам екеуміз сорпа-ішіп деп жатырмыз қазір. Қарағандарыңызға рахмет. Мен бір ақтаңыздар, ертеңгіден көріскенше. Пока-пока.